Баршаңызға сәлем. Той жиындарға жасайтын үлкен болып шығатын сметанник пирогын дайындайтын боламыз. Ол үшін таза ыдысымызға ұнымыз бен сармайымызды салып алып, бір келкі масса болғанша үгітіп алатын боламыз. Дәл осылай қолдың көмегімен үгітіп аламыз. Толық рецепті мен описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Бір жасағаннан шығады, дәмі тіл үйіреді. Жасалу жолы оңай. Балаларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Дәл осылай ұнымыз бен сармайымызды үгітіп болған соң, құрғақ ингредиенттерімізді салып, араластырып аламыз. Яғни қопсытқышымыз бен қантымызды саламыз. Соңынан жұмыртқамызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Егерде қамыр қолыңызға жабысып жатса, тағы да азырақ ұн салсаңыздар болады. Дәл осылай формамызға қамырымызды орналастырып, салмасын дайындаймыз. Салмасына қаймағымызды, қантымызды, жұмыртқамызды салып, қантымыз ерігенше бірдей масса болғанша венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Массамыз дәл осылай болып шығады. Оны формамызға құйып, пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз. Бетін осылай лопатканың көмегімен тегістеп аламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Пирогымыз дайын. Дәмі деген керемет болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен болған Аймекен. Назарларыңызға рахмет.